көтеріп жасылап алып отырыңыздар. Одан кейін тағы сіз тағы көресіздеріңіз. Берісте құлалық қызығы барыс келістеді. Мына құлалықтың қызығы төс қағысы ғой. Дұрыс па? Төс қағысып құйрық бауыр жоқ оның алдында. Одан кейін құлалық танытып бір-біріңізді. Қазақтың ата заңы, ата салты. Қазақ халқы төрт түлік малды баққан халықпыз. Түйе өсіреміз, жылқы бағамыз, ірі қарамыз бар, ұсақ малымыз тағы бар. Қазақ халқы жерге де бай, тілге де бай, мәдениет дәстүрге де бай. Соның біреуі апа жасалып жатса, біреуін кейбіреулер білмей жатады. Осындай құлалық тойларда, осындай тойларда айтылып, дәріптелмесе, ертең дәстүріміз қайда қалғанда білмей қаламыз. Сондықтан мына қазақтың қазақшылығы, қазақ халқы аттан болса да салттан жығылмаған, жолынан еш уақытта жығылмаған. Сондықтан ардақ ағайын аттан құламаған қазақ жоқ шығар, мына отырған ағалардың бәрі аттан құламаған кезінде. Дұрыс па? Сондықтан мына салтымыздан жығылмауымыз керек. Мына қазақ халқы жастар жағы кейбіреуінде адамдар білмей жатады. Қазақ халқы құда келген кезде түйе соймайды, бие соймайды, не сояды? Қой сояды, дұрыс айтасыздар. Мына жастардың құлағына қалып жүрген. Қой сойып, қойдың құйрық майын алып, бауырын алып, келген құдаға құйрық бауыр дәмін жасайды. Басқа ұлт жасамайды, тек қана қазақта бар. Біздің салтымыз бен дәстүріміз мағынасы өте тереңде, түсіне білген адамға. Сондықтан ардақты құдалар қазақтың қазақшылығымен бүгінде мінекей төрден орын алып, мынадай сый-құрметке ие болып жатқан тойдың төріне келген құдаларға қазақтың салты бойынша осы әулеттің дайындаған құйрық бауыр дәмін тарту етуге рұқсат етіңіздер. Өніп өсіп, үйлеріңізде тек қана той болып жұғысты болсын. Құда болсын шыда, супер дәм ауыз тигеннен кейін рұқсат болса, тойдың төрінде тойдың иесі Хадия апамды және құдамен төс түйістіретін өздеріңізге құда болып барған баланың нағашысы Жұмабек аға келіңіздер сахна төріне. Жұмабек аға Хадия апа келіңіздер. Мына төс түйістіргеннен кейін не істейміз қазақтың салты бойынша? Құда мен құдағиды алдырып, тойдың төрінде төс қағыстырамыз. Ендеше рұқсат болса тойдың төріне қазақта керемет сөз бар. Құданы
Құдай қосады, асаудың ноқта қосады дейді. Ендеше мына тойды төрінен орындап отқан Құдай қосқан Құдамыз аман келді. Құдамен Замзагүл Құдағиды үлкен бір қошемет ханға шапалақ соққандай Құда Құдағиды қарсылайықшы. Бәрекелді, құдаларымда басқа қадамдарыңызға нұр бітсін, гүл бітсін, құйрық бауыр жеп төс қастырып жатырмыз. Осы әулетпен мына ағалар, апалар мың жылдық Құда Құдағи болмай, мәңгі Құда болыңыздар. Ал енді Жұмабек аға, Құда келіңіздер ортаға. Мына енді өзіміз куә болайық. Екеуіңіз жақсылап былай тұрып, асықпаңыздар. Асықпа, мына жаққа тұрыңыз. Не торопите? Аға былай тұрыңыз. Бәрі көріп тұрсын, шапалақ соғады бәрі. Ал енді қолдарыңызды алып, жақсылап үш рет төс қастырып қойыңыздар. Құда деп танайық. Ал баяқырайық. Той құтты болса. Бәрекелді. Мінекей, енді көріп отырамыз. Жұмабек ағамның құдасы Амангелді ағам деп, Амангелді ағамның құдасы Жұмабек ағам деп танып біліп отырамыз. Осы құдалықтарымыз ұзарған болсын. Жұмабек ағам мына жерге келдіңіздер. Мына енді қазақтың қазақшылығы баяғыда өздеріңіз білесіздер. Біз анау домбырамызды алып енді тойға шығып жүрген кезде, бала болып үлкендердің қасына еріп жүрген кезде, бұрын құдалар бір бөлек келеді, құдағилар басқа бөлек келеді, сөйтеді. Қазір бәрі өзгеріп жатыр ғой. Енді уақыттың талабы ма, уақыттың заманның сұрауы сол ма? Мына енді құда бар жерде құдағи бар. Құдалар төс түйістіріп, құдағилар шетте қалып қоймасын деп, қазірдің салтымыз бар. Құдаларда төс түйістіріп, құдағиларда бет түйістіру. Қазір шығасыздар. Мына қазақта керемет сөз бар. Мына құдаларға бар ғой. Мына балалары аман болса, жетісіне күніне бір рет звондап тұрса болды. Құдаларға басқа ештеңе емес, балалар аман болса болды. Ол құдағиларға почему-то бәрі керек болып тұрады осы. Өйткені қазақта керемет сөз бар, қазақтың қара сөзі, қазақ айтады. Екі жас бақытты болсын десе, Құдай қос құдағиға тыныштық берсін дейді. Даман келді, ондай да бар, бекер шықпаған сөз шығар. Құдаларға сабырлық, құдағиларға тыныштық, жастарға бақыт, құдағилар келіңіздер ортаға. Құдағи келіңіз. Сіздер енді бірімізге қарап, бірімізді тістеп алмай, аккуратно. Мына балалар енді үй боламыз деп жатыр ғой. Үй болған балалар балалы шағалы болсын. Отаулары биік болсын. Көрген күндері ашық болсын, жарық болсын, болашақтары жарқын болсын. Осы балалардан Құдай қаласа немере сүйіңіздер, шөбере сүйіңіздер, Алла қызығын таусылмасын сіздерге деген. Ендеше бірімізді қарап, Алладан қажет немере тілейсіздер, соның жерде беттеріңді сүйіп қойыңыздар. Ал баяғыда 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Мәссага. Ғалиябам шустра болмайды. Сүйіп ал, как будто баланы өздері туатындай. Дұрыс. Алладан сұрау керек, сол кезде береді. Мына енді сіздердің немерелеріңіз ғой? Құдағи енді ренжімеңіз. Мына балалар біреу де сізге тартпаған екен. Атасынан алмайды екен. Атасынан алмайды, рас сөзін шындығын айту керек екен. Дұрыс, осылай немере сүйіңіздер. Мына балалар өмірдің қызығы ғой. Осы балалар ертең өскен кезде осы баланы ұзататын болыңыздар. Сол күнге жеткізсін Алла тағала. Ал бәрекет олай болса, жақсылап төс қаңыстырып, бет сүйістірдік. Қашан да осылай жарқырап жүріңіздер. Бірін-біріңізге осылай келісіп, үнемі осылай жақсып жүріңіздер, басқа не керек? Одан басқа. Ендеше төртеуіңіз бір суретке түсіп алыңыздаршы. Келіңіздер. Мына баламыз бар, бір суретке түсіп алайық, содан кейін жаңағылардың тілегін тыңдаймыз. Бәрекелді, Еридан мен Айгерім бақытты болсын ба? Бәрекелді, ой, молодец, Алия. Алия, бәріміз, молодец. Осындай болып қонақ деген. Былай болсын, енді мына балалар бақытты болсын десеңіздер, болсын деп айғайсаңыз, бүкіл рудың естісін мына жерде қазақтар тойлап жатқан. Дағай болсаңыздар, Еридан мен Айгерім бақытты болсын ба?
Oğulları 10 şaktı, kızları 10 şaktı olsun mu? Kudalar 10 yıllık, kүйеу 100 yıllık olsun mu? Осы той баршамызға жұғысты болсын ба? Міне, мынадан кейін сіздерде бір-ақ марайып бақытты болу. Бәрі сіздерге сеніп отыр. Осылай бүгін жарасып тұрсыздар ғой, дәл осылай жарасып жүрсіңіздер. Ал енді Жұмабек аға рахмет. Орныңызға жайғаса беріңіз, жастар орындарыңызға өте беріңіздер. Маған құда қалай қалып, рұқсат болса, Амангелді аға өзіңізбен бірге осы тойға келген, құда болып келген бас құдамыз Қайырбек ағам бар, және де үлкен құдағайлар бар. Құда бала, құдаша бар. Бәрі тойдың төріне, мақкеттің кезетіне, тойдың төріне шақыруға рұқсат етіңіздер. Құдаларға бір патшаға құрмет қылғандай, құда-құдағайларды қошеметпен қарсылай, ары қарай ортаға билер, тұржас, билер, Алия, hoppa, поехали, билер. Hoppa, билер, hoppa, поехали, билер, hoppa. Все, хватит. Осындай керемет кісілерді байлаған мінекей. Ал енді мына өзімізбен өзіміз билей бермеймін, көрдіңіздер ғой, іште бас құрамыз күшті билейді. Еще подвижный, биді қарасың қандай би. Мына мен өзім қалай билей алмаймын. Осылай мінекей, мына құда бар мінекей, жап-жас құда. Мына кісіні что-то билетпедіңдер. Мына екі кісіні что-то бәрі билейді, что-то билете алмай жатыр ма кісілер, е? Бүкіл кінәмандар. Алия, естіп отырсың ба? Билету керек. Бір жара көргендей өзіміз билей бермей. Ал енді мына құдалар, қош келдіңіздер. Мына енді өздеріңізді айтып отырмын ғой. Асет қайда? Сончас? Ауырып келеді ғой. Дұрыс. Ал енді мынау құдалар, қош келдіңіздер. Мына енді Ғали апа. Құдамен құшақтасу болады әрине, сөз жоқ аға. Құдамен күресуге де болады. Жарамайсыз да? Дұрыс, 1000 жылдық құда болмады, мен де бір құдамен құшақтасайын деп жатыр. Амангелді аға, келіңізші. Ой, бәрекелді, қошемет ағайын, мінекей. Тағы
Қадам бір аға. Қазаққа айтатындар, маңсыздық құда бол, 100 жылдық күйе бол дейді ғой. Құдамен құшақтасқанда кеудесін сүйістіруші еді. Мен кеудемді сүйістіре алмадым, қарны жібермеді құда. Бәрекелді. Дедушка шутник, да? Ага, приколист. Мен кезімде қандай болды екен, мен жасты, иә? Бір-бір ойлай бердіңдер. Ал енді, Ғали апа. Мына құдалар көріп отырсыз. Мынадай баланы дүниеге әкеліп, мәпелеп, бағып қаққан. Бірден көрінеді ғой адамды, жарты-жартан кейін түсінуге болады адам кім екен. Дұрыс па? Менің Амангелді аға сіздерді былай жеке таныс болмағанымен көріп жүрді ғой. Мына осы үйдің баласы, мына бүгінгі келіндеріңіздің туған ағасы Әсетті білеміз жас күнінен. Адамның адамгершілігі дейді, сәлемінде дейді. Әсет қашан көрсе де жүгіріп тұрады, сәлемін алып келіп беріп тұрады. Ол да бір тәрбиенің бір белгісі шығар аға, Амангелді ағам мен Самсагүл апам. Арузатты да білеміз келіндеріңіздің кішкентай күнінен. Арузатыма да кішкентай болып жүгіріп жүретін. Біз ол кісілердің тойын өткізгенде, сөйтсем мен қарасам, сіздің үйге келіп болып түсіпті. Мінеки өмірдегі көріп отырсыздар ма? Сондықтан мінеки мына балалар көріп отырмыз ғой. Арузатқа да ұқсамаған, Әсетке де ұқсамаған, Құдағиға да ұқсамаған, құдаға алмайды балалардың бәрі. Дұрыс, осылай жарқырап жүріңіздер. Мына қазақтың керемет сөзі, мен енді құдаларды білгеннен кейін айтып отырмын. Қазақта мынадай керемет сөз бар, Ғали апа. Жақсы жерден қыз алсаң, құманынан су кетпес, жаман жерден қыз алсаң, құлағыңнан шу кетпес дейді. Құдай қаласа жақсы жерден қыз алып отырсыздар. Бұл кісілер туған жерінде Қостанай қаласында тұрып жатса, туған жерлеріңіз Меңдіқараудан, мен естуім бойынша. Сонда Меңдіқарауда мынадай керемет сіздер сияқты ағаларды білеміз. Елдің ағалары бар, оң жағын, сол жағын көрсетіп отыратын, үлгісін беріп отыратын. Дәл осындай елдің ағалары аман болсын. Мына екі жақсы әулет құда болып отырсыздар. Құдай қаласа құдалықтарыңыз мәңгі болсын, ұзағынан болсын. Аман болыңыздар, ең бастысы. Ендеше мына келіп жатқан құдаларға көріп отырсыз. Рудный қаласы встречает, да? Рудный встречает құдаларды. Басқана қараңыздар, құда. Мына шапалақ сіздер үшін болады. Мен қазір выхожу на середину зала, понимаю правую руку, орысша сөз оқымайды арасында. Мына кісілер бәрі сіздерге шапалақ соған қараңыздар. Мен ешін айтпаймын, сіздер мені қалдырмаңдар. Стоп. Қараңыздар. Ал 1, 2, 3. Sizin için baba. Hızlı git. Boş tabii. Rahmet. Мінеки құдалар, осындай құрметке ие болмадыңыздар, қашанда бір-біріңізді құрметтеп жүріңіздер. Бұл өмірде не қызық бар, балалардың қызығын көріп мәз болмағанымыз дұрыс па? Қалған қызыл жасыл базар дүние келе береді, ал енді рұқсат болса, бас құдамыз бастайтын шығар, иә? Ал енді тілек айтайық. Ассалаумағалейкум құдаларым, дәл бүгін орындалар сұрағанын. Сәлемат па құдағи қымбаттылар, сәлемат па құдаша сымбаттылар. Сыйға сый татиды екен, сұрап алға тәңірім бақыт берсін сұрағанға. Ғали апа балаларыңыз бақытты болсын, сөз білетін кезекте құдаңызға ассалаумағалейкум, құтты болсын. Ал құрметті құда-құдағилар, бүгін жол беріп келіп қалдық. Мадан бері сыйлап жатқан мыңда бір рахмет. Екі жастың арқасында, екі жасқа тілейтін екі жас бақытты болсын. Әке-шешелері ренжітпей екі жағында. Денсаулықтары зор болсын, дастархандар ақ болсын. Бәріңе де осындай құдалық, келін, күйеу бала жұмысты болсын. Бақытты болсын, армандары болыңдар, ойлаған армандар. Өзінің ортасында жүре беріп, енді ойлаған армандар болып, шешеде болды ғой, табысты болсын, жемісті болсын, ақшалар бол болсын, балар шағыл, немере көршу керек құдағай. Қандай үші заман болмасын, бәрі осы отырғаныз білген құдағайларды бәрінде қой болсын осындай. Дастархандар кең болсын, тармығы болсын, құрметтеріне.
сөз бар ма? Шиға сөйлеп. Так, сарая ортасында жүре бер. Айгерім бақытты болсын. Рахмат, баштарым, майыма жүре бер, ортасында. Bir-екі ауыз, Айшапшын бөлемдер. Aldınız. Әлемнің жарығын сыйладың сен маған, даланың әргірін жинадың сен маған. Сен жүрген құштардың қанатын самғаған, балалы құштарың өзіңе арнаған. Ay barakeldi. Үлкен құдағыға бір қошемет. Мынадай тойбастар апа. Апа мынадай керемет тойбастар. Балалардың қызық қуанышы тоймастар. Аман әсен жасай беріңіз апа. Апам 100-ге жетсін. Құдалар, қарсы алып, күтіватқан рахмет. Дастархан тек қуанышқа жетсін. 2 жас бақытты болсын, Айгерім елден. Қуантай беріңдер бізге. Жастар бақытты болсын. Қызым Замзагүл сияқты күйеу болатынын деп жүрміз енді. Ол да осындай болған. Құрметті қонақтар, бүгінгі біздің Амангелді құдамыздың мен құдағиы боламын деп балам өседе өте жақсы кісілер. Біз осы құдалармен 1000 жылдық құда боламыз. Қашанда сіздер де осылай бір-бірімізбен құдалық бірге бас қосайық. Айгерім құдашамыз әрқашанда бақытты болып, інім екеуіңіз не тілейін сіздерге? Барлық жақсылық тілеймін. Құда құдағилар, сый құрметтеріңізге үлкен рахмет. Мынау үйіне келгенде балаларыңыз қызығын көріңіз, 2 жас бақытты болсын, немере шөбере сүйіңіз, жастар бақытты болып, 2 жақтасын сыйлы болсын. Құда, қуаныштар құтты болсын, денсаулықтар құтты болсын, 2 жастар құтты болсын, 2 жақтың баласын бисін алып, Құдағына құттар берсін, азғанда Құдағына шалқын кең болсын, болыстарын, ағайын туыстарын құтты болсын, ағашын тойып тұмылды келсек. Ал енді құрметті құдағилар, біз жетіп отырған енді бәрі туыс туғандар ғой жиналып жатыр, өрден ешкім жоқ.
2 жастың тойына бәріміз жиналып қалған екенбіз. Енді біз бүгін енді Алланың сәтімен құдайым болып келіп қалдық. Мен өзім құдашы боламын бұл әулетке. Мен құдаларымның апасымын. Өзіміз 6 ағайынды болғанбыз. 3 қыз, 3 бала. Ағамыз бұл дүниеден өтіп кетті. Енді 2 ұл інім, Амангел мен тағы кіші інім бар. 2 үлкен апам бар. Ортасында менмін. Таныстырып қойып жатырмын ғой енді. Енді 2 жасына құрған шаңырақтары берекелі болсын. Құдай тек қана жақсылықтарын естейік 2 жақта. Жамандық болмасын, жақсылық болсын. Жоқ дегенде осындай дастархан болсын. Денсаулықтар мол болса бәрі болады. Жан жақтарын енді немере шөбере тарта берсін, есіңді шығарып жіберсін. Немереден көз ашпаңыз. Осыдан енді не айтайын енді. Енді кешіңіздер, мен енді бардақпен келіп тұрмын, сіңлім болғасын, отан үшін жан пида келіп шықтым. 4 аяқтар. Енді құда түскенден көрді ғой құдағилар. Мен саумын, ойламаңдар, кенің апасы бар деп. Аяғымды сындырып алдыңдағы енді не болса да келдім осы Рудныйда болғасын, Қостанайда болса енді бара алмайым ғой. Енді жандарым сол бақытты болыңдар, берекелі мерекелі болсын. Сіңлімді ойлаймын, осы шаңырақты алып кетеді. Келдім жап-жап өзі берекелі мерекелі болды, енді көрдіңіздер ғой шаңырақтарын. Әкем мен шешемді асыраған кісілер осылар. Әкем 97-те болып осы дүниеден өтіп кетті. Құдағилар көрді, шешемді бағып отыр. Сол сияқты қартайғанда сіздер де ата-аналарды бағып, мен әкем жасын берсін, 97-ге келсін. Әкем мен шешем сияқты 65 жылдан асып нетіндер енді шешем жылап отыр ғой, 65 жыл жетсе де шалынан айырылып қалдым деп. Одан да 70-80 жыл жасандар екеуі. Енді көрсетіп өзім солай сөйлеймін, әрәпшем өпше сөйлеп кетіп, әрәпшем өтіріп кетіп. Алпай бақы? Аяғы сөйлесің? Ал құдағилар құтты болсын, құдалық болсын, 2 жасқа дейін құтты болсын, махаббат сүреді, денсаулықтары құтты болсын. Аяғыма өтіріп. Ана сәтсені? Жағын болсын. 2 жасқа тек қана бақыт тілеймін, денсаулықтарыңыз мол болсын, құдаларыңыз молшылдық болсын. Кең дастарханда тойдарға келсін. Рахмет. Құда-құдағиларға тойларыңыз құтты болсын. Тек қауыштыңыз, танысатқаныңызға еледан әйгерім, сіздерге тек қана денсаулық, бақыт тілеймін. Жақсы көрмесіңдерді. Генерал. 3 арысындымыз бір көрі болсын. Құрметті құдаға, бүгінгі тойдарыңыз құтты болсын, 2 жас бақытты болсын, тойғаны болсын, дастархандарың кең болсын, майлы болсын, жайлы болсын. Жылдан жылда көбейеді, тойдан тойға бар. Бақытты болыңдар. Келіп айтпай кетпей. Мен өте қуаныштымын, құдағилар. Бүгінгі мынандай осындай күн туып отыр бізге, 2 бала бізге қуаныш әкеліп отыр. Осы менің қызым Ериданды таныстырғаннан бері ана ретінде өзім өте қуаныштымын. Менің тәп-тәтті күшті қызымның қасында балам бар, ұлым бар еді. Өзі 1 ұлым еді, 2 ұлым, 3 қызға 3 ұлым бар. Сондықтан 2 жас бақытты болсын. Үйді жақсы көремін. Осы әулетке де айтып кетейін. Егіздер атасы мен әжесі сол кісілердің балалары. Енді біз өзіміз туған. Ана екеуі болса да енді ата-әжесі туылғандықтан бұл туғанымыз. Сонда біз папасы екеуміз жас аламыз көзімізге. Енді жас алмаймыз да, тіпті біреу болған бала 2 болды. Бақыттымын, қуаныштымын. Жандар көзден осылай күлімдеп, бір-біріңе деген сезімдер күшті болып, қазір қол ұстасқаннан бері өзім мен қуаныштымын. Қызымның қасында жігіт, азамат қазақта әдем жігіт болып жүргеннен өзім бақыттымын. Жандарым бақытты болдыңдар. Алға
Asıl bilelim qo'listasi kichkintalar arqadan yuraversin. Xudoy kichkintalar bari bizga qo'noqqa kelaversin. Barakallah. Arozat qana o'zingizga bir tilak bo'lsin. Siz aytdingizmi? Tamam. Qanday aytdingiz? Al құрметті құдағи, тойларыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын, жастар бақытты болсын. Әйгерім мен Ирида бақытты болсын мәңгі бірге. Әйгерім келген жеріне тастай батып судай сіңсін. Балалы шағалы болыңыздар. Сол қызығына тоймай ортасында сіз жүре беріңіз. Ирида Әйгерім, бүгінгі отау қылған күндер құтты болсын, сіздерге тілейтін зор денсаулық, барлығы ташқын аспан, қайда барсын бір ақ жол болсын, аспандарың ашық болсын, ойлаған армандарыңа қол жеткізіңдер. Ғали апа, сізге тілейтінім денсаулық, көп немере шөбере сүйіңіз, сіздің қолыңыз ұзарды. Сол бақытты болыңыздар. Амин. Бәрекелді рахмет. Осындай сөздер қайдан білесіңдер сіздер? Кеше қарап тұрған балалар күшті сөздер айтады. Ол да болса бір тәрбие, ол да болса бір білім, дұрыс па? Сондықтан мына ардақ ағайын, мына енді Амангелді аға өзіңіз білесіз ғой. Әсет үйленгенде бір шама қуандыңыз, иә, келіп түсіп. Енді мына қазақ айтады, иә, өгізге туған күн соғына туады дейді. Иә, бүгін міне қызыңыз ұзатып жатсыз, бүгін енді тіпті басқаша жағдай, иә? Бірақ енді уайымдамаңыздар, мынандай қасында ер азамат бар, Еридан сияқты. Ериданмен бірінші өзіміз мартта кездескенбіз. Март деген магазин бар ғой Қостанайда. Сонда өзі алыстан келіп таныды ма, міне фотом көріп таныды ма, сәлем беріп жатыр. Мен өзі адамның сәлемдескенін өзі тани беремін негізі. Сонда мынадай мінекей күйеу балаларыңыз бар, ертең өз балаларыңыздай болатын. Құдай қаласа осы балалардың бақытын көріп, құдағиларыңызбен бақытты баянды ұзақ ғұмыр сүруге нәсіп етсін, тойларыңыз той қылассын. Ал ендеше жақсылап бір суретке түсейік, содан кейін Алия қайда? Алия, қазір құданы билету керек, мына жердің шаңын шығарып, өкшенің қанын шығарып. Мына құдада билегісі келіп тұр, бірақ билейтін подходящий бір құдаша болмай тұр дейді. Мына кісілерде күшті билейді көріп тұр, өзі шап-шағын өзі биге көрсеткен көресіздер. Сондықтан жақсы бір суретке түсіп алайық, содан кейін билейік. Ал, апа, келіңіздер, құда-құдағилармен фото на память. Спонсор Алияның күйеуі. Все, поехали. Ортада би. Поехали. Сейчас танцуем. Ортада. Ага. Видя.
Рахмет, орнымызға жасап жайғасайық, тойымыз құтты болсын ағайын. Енді бір тілегіміз бар. Мына жастарды ортаға шақырып, мына жерде отырған ағалар бәрі кірсін енді ортаға қарай. Мына негізі жүріс-тұрыс азайту керек. Қазақтың тойы ғой. Ас қайрағаннан кейін бәріміз далаға шығамыз, әңгіме айтамыз, би билейміз. Оған дейін сәл кішкене дастархан басында отырайық. Ал енді рұқсат болсаңыздар ағайын, тойдың төріне адамзаттың үш жұртының бірі. Бірінші жұртым өз жұртым, екінші жұртым нағашы жұртым, үшінші жұртым қайын жұртым дейді. Әр адамның үш жұрты аман болсын. Қазақ айтады ғой, бала шешен болса ақын қылған нағашы, бала жүректі болса батыр қылған нағашы, баланы жақсы қылған нағашы, баланы әнші биші күйші қылған нағашы. Бұл сөзді түйіндеп кетейін. Қазақ халқы өте бір дана халық қой. Қазақ айтады, бесіктің жақсы болуы ағашынан, жігіттің жақсы болуы нағашынан дейді. Және екінші мақал, домбыраның жақсысы ағашынан, баланың жақсысы нағашынан дейді. Сондықтан ардақты ағайын, тойымыз төріндегі бір топ нағашыларымыз бар екен. Ендеше рұқсат етсеңіздер тойдың төріне мына бүгін өздеріңіздің құдай қосқан құдағайларыңыз Ғалия апамыздың нағашылары бар, ұлы нағашылары. Және де мына тойдың төрінде Еридан мен Әйгерімнің нағашылары бар. Рұқсат етсеңіздер Ажар апамыз бастап, Ерхан ағамыз бен Самал апамыз қостап, нағашылары Ақмарал, Ғалымжан, Таисия, Ерлан, Ботагөз, Нұрмұхан, Ольга, Гүлбану сынды нағашыларымызды тойдың төріне ақ тілекке қарсылайық. Келіңіздер. Ал нағашылар келіңіздер. Ажар апам, Ерхан, Самал бар ма? Жігітте далада істеп жүрсің? Далада той жоқ қой. Так, Ақмарал. Ғалымжан, Таисия. Жоқ па? Ерлан, Ботагөз. Нұрмұхан, Ольга. Аха, Гүлбану. Саламатсыз. Ал бәрекелді болса, қымбатты нағашылар.
Жана мактап өм жарты жагатсыздар. Нағашы деген осындай болады деп. Біреу де естімедіңдер. Енді мына видео камерадан тыңдап Нағашы деген адамның ең жақыны жолын беруді тұтқан. Ендеше мына Еридандай ұлдарыңыздың, балаларыңыздың нағашылары мінеки тойдың төрінде әрі тағы да бір топ нағашылары бар. Мына қазақ айтады ғой, нағашы жиен қашан да жарасып жүреді. Мына тұрған жиендерін сіздерге сонда бір керемет жиен. Самал келші, сен де болмай қарап келсін. Ақ ниеті нағашы, артық қой оның бағасы, өрендердің ағасы, өміріңнің сағасы дейді. Мына қазақ нағашыларын өте бір ерекше құрметтеген. Қазақтың керемет сөзі бар, анамды сыйласам дейді, нағашымды құрметте дейді қазақ. Сондықтан мінекей балалардың бір топ нағашылары шығып отыр. Мына тұрған жиен ба сіздерге мына бала? Бүгіннен бастап жиендерін сіздерге еге болып тұр. Еридан, Әйгерім. Жиен деген қымбат қой, көркі менен сымбат қой. Ал қанекей Еридан мен Әйгерімнің нағашылары бір жылқынды атап қой. Кто коня подарит, тот и начинает тост. Келген жер осы жер ау дейм, а? Көрістіп атыр әнеке. Ал, нағашы баста өсін. Жылқы бересің ба, жиендер таңдамай. Сиыр бересің ба, бұзау бересің ба, қой бересің ба, өзің біледі. Ал, той құтты болсын. Әңгіме біресе берген емес қой, әңгіме екі бала бақытты болсын. Апам сөйлесін, апам берсін дейді. Әңгіме берген емес, менікі де әзір. Қазақ халық мына айттым, орнынан жығылмаған деп. Жолынан жығылмаған. Апа, енді өзің баста. Аллардың атынан бір жылқы бер. Ал жиналған қауым амансыздар. Құдалар қадамдарыңыз құтты болсын, мың жылдық болсын, дорба жүрсін, жорға жүрсін, екі жас бақытты болсын. Ал Ғалия, мынау көрген өзіңнің көбелегің жалғыз Еридан бақытты болсын, шаңырақ тұрып жатыр. Бақытты болсын, екі жаққа да сыйлы болсын, екі жаққа да қызықтарын көрсетсін. Біріншіден саған, қолыңды жылсуға малсын, немере сүйгісін, бүкіл туған бауырларың, туыстарың аман болсын. Сол бүкіл жақсылық тілеймін, өмірде қандай жақсылық бар, сол тілеймін екі жасқа. Сол екі жастың қызығын сен көре бер, ансау жүріп, ортасында қызықтарын, немерелерді бағын. Сол бүкіл отырған отбастарыңызға аманшылық тілеймін, бақыт тілеймін, денсаулық тілеймін, еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын, тойда ғана бас қосайық. Бір жылқы мен Құрметті құдалықтарыңдар, басқа қадамдарыңыз құтты болсын. Құдалықтарыңыз мың жылдық, күйеу балаларыңыз жылдық болсын. Ғалия, балалардың тойы құтты болсын. Тек қана сен де осы қуантып жүресің. Балаларың екі жаққа да сыйлы болсын. Ең бірінші осы балалардың бақытты болғаны ғой. Балалар бақытты бір-біріне сыйлы болса, екі жақта сыйлы болады, құдалықта қиыларымыз. Енді мына жаңа жылқы деп жатыр, мал деп жатыр. Главный осы екі жақ денсаулықтарыңыз мол болсын, бастарыңыз аман болсын, бәріміз ертең болады, машинада болады, жылқыда болады. Ең бастысы тату-татты болсын, сыйлы болсын, денсаулықтары мол болсын. Әке-шешелеріне, өздеріне. Дүние өз уақытымен келе береді. Балалар бақытты болсын. Еридан, Әйгерім, пожелать вам всего самого хорошего, пожелать хочу вам семейного благополучия, чтобы в вашей жизни было все хорошо, удачи, любви большого, побольше вам финансово, везде, где вы не были, уважения к родителям, от всей души я желаю. И очень рад познакомиться с Әйгерім. Очень прекрасная пара вы, подходите, очень приятно смотреть на вас. Благодарю вас, Әйгерім, за ваше
папу за тебя, что тебе прекрасную дочь вырастили, родили. И Алия, тебе тоже желаем сама. Денсаулық тілеймін, мол денсаулық тілеймін. Ауырма, шөберен өмір көре бер, қызығын көре бер, бәрі жақсы болады. Тек жақсылық ойлан, жамандық ойлама, жылама, бәрі жақсы болады. Бәріне денсаулық тілеймін. Ал құрметті қонағар, танысқан үшін өте ризамын. Сізге бірінші рет зор денсаулық тілеймін, ешқашан ауырмаңыз, тек қана қуанышпен кездесейік. Бүгін Алия апамыз ең жас аман болсын, бақыт болсын, оларға зор денсаулық тілеймін. Еридан сіздің шаңырақта тек қана биік болсын, жан болсын, үйде жан болсын, қорада да мал болсын, жолға ер. Очень рад. Вам, молодым, я желаю счастья, семейного благополучия, всего самого лучшего. Берегите семейный очаг, радуйте родителей, всего-всего самого лучшего. Поздравляю. Құрметті балалар, ең біріншіден сізді құттықтаймын. Танысқан үшін риза. Енді айтылды бүгін жарды. Жас жұбайларға Құдай болсын жар еді. Ең біріншіден. Алия ағам, құттықтаймыз сізді. Зор денсаулық, бақыт тілеймін. Еридан, Айгерим, давайте поздравляю вас. Я очень рад. Чем пожелаю самого семейного благополучия, здоровья. Енді осындай дастарханда жиі кездесе берейік. Құттықтаймын. Қосамыз ба? Бәрі қосасыздар. Гүлбадар, өзіңізде бір тілек болсын, сосын қосыламыз бәріміз. Сіздерге денсаулық, ауырмаңыз, осылай күліп жүре беріңіздер, қызын көріңіз. Поздравляю вас, Еридан Айгерим. Желаю вам счастья, здоровья, любви, семейного благополучия, чтобы всегда в вашем пути всегда был светлый путь. Все, что вы желаете, чтобы это все исполнилось, сбылось ваши мечты. Наезжал голосом. Не обижайте родителей, будьте опорой, поддержкой для них. За вас. Аминь. Поздравляю вас с таким замечательным днем. Желаю, самое главное, берегите себя, храните эту любовь всегда. Вот, мечтайте, чтобы мечты ваши сбывались, чтобы родители вы всегда своих самых замечательных всегда не забывали. Ну и здоровья. Спасибо большое за приглашение. Ну, будьте счастливы просто. Счастье, что вы такое, что вы увидите. Спасибо. Ал мен берекелді ақ театрыңыз қабыл болсын. Апа айттыңыз ба? Айттым. Болды, онда жасынан бір суретке түсейік. Келіңіздер. Еридан Айгерим келіңіздер, нағашыларыңызбен бір суретке түсіп алыңыздар, естелік. Той құтты болсын. Нағашылар үйтіп әйтеуір құтылып кетті, жылқы бермей. Ананы айтты, мынаны айтты, әйтеуір үйтіп. Ал берекелді, енді мынау смотрим мына фотографы. Бәріміз күліп, Еридан мәз болып, как будто нағашыларым бір жылқы бергенде күліп түс. It's
аман болыңыздар, нағашылар. Bir 5 minuttan keyin askariga mаған жаңағы блатной крутой нағашылар келіп тойын көрді. Жаңағы нағашылар өздері келсінші берді. Крутой нағашылар келсінші берді. Самый крутые нағашылар, Еридан мен Айгерім нағашылар келсінші. Аға келсей басқасай. Мақтыны деп келді ортаға. О! Давай, келді. Ашы сіздер. Не крутые, да? Келсей көге, дағбатсың. О, мінеки. Енді маған бір ғой. Бір мықты білу керек. Құдалардан бір ұшқан екен, әлде қалай болады екен? Жастау бар ма? Айгеріммен жездесі жоқ па? Bir jezesi gelmiş ortada, o. Ayırım, kay jezesi çıksın. Jezesi çıkmadı. Al jeze geç ortada, bir de bazıları şunu istemeysin. Bir, hoppa. Bir şıkkaya durma. Bir şıkkaya da kaynaşıp kalma. Kısılık bir de var da kayıtsın yanında. Jezdeniz mi? Küçük söyleyeyim ya. Oynattı sen. Merak edin biraz basıla bilek. Merak ölçüşten aşılarınız bir jezdeleri çıktı. Şimdi yeriden sizge bu kısım bacağı olalı koyun. Kaza şartınız mı? Acaz. Olmay mı? Söz. Sen biraz böyle çıkın. Özlerinizde bayqalarsa, onda siz bacağınızda adresi olganda. Короче, поняли друг друга. Да, жігіттер. Мынау не? Банды. Баня не шеріп барасың жетсіне? Саған ұшы бару керек, басқа шықпады жайды. Бір рет барасың, я? Сіз не шеріп барасыз? Почти күнде. Не может быть. Да? Сіз көке? Айына 2 рет. Нормально. Үйде душ бар ғой, самое главное. Қайтасың? Сіз күнде баратында что-то ақ бола ма деп, күнде баратында что-то түрлері тоқты ғой бәрі, мынау істе, мына істе. Рахмет, мынаны ұстаңыз. Біреу ұста. Ки басына. О, как раз. Қазір мачалды берем. Ұста. Ки. О, әдемі. Ұста. Мына сізге киіп алыңыздар. Киси, оқып, сертіп, зачем оны? Білемін. О, енді осы төртеу бір суретке түсіріп алыңдаршы басында. Фото на память төртеуінің бүгінгі тойдан. Қазір мына жерде Рудныйда керемет деген баня бар, по-моему. Соған барамыз қазір. Фотограф. Суретке тұрыш төртеу күштеп тұр. Жақын тұрып құшақтап бірін-бірінді. Как будто баняда отырғандай. Фото атып алыңыздар, бірек, естелік болсын. Кетті жігіттер, мына жерге тұра қалыңыздар. Круг нарисуйте, пожалуйста. Келіңіз, кругқа тұра қалыңыздар. Круг. Жақында. Все, тамаша. Дорогие участники конкурса, слушаем внимательно, работаем по команде. Все слышите меня? Направо! Мынаны ага, давай не подуйся, ага, вот что тебе положился, зачем вот скандал? Сыз что-то левый, правый, не знаете, да, что-то поставили, налево тянет, да? Әскери болмаған сразу көріп тұр. Направо десем бүйтеді. Все. Оңға бұрыл. Бірақ істеп тұрған қара. Самал. Мына мен жұмыс істе. Мына солға бұрылып тұр. Жұрттың бәрі оңға бұрылып тұр, аға. Оңға бұрыл.
Не қазақша түсінбейді, не орысша түсінбейді мына кісі. Вот осылай. Вот солай. Көп тұрған солай болады, аға. Айтыңыз. Ага. Так, енді жігіттер бай болсын. Қазір по команде бір. Алдында тұрған кісінің тақиясынан басқа киесіз. Я говорю, команда. Бір. Мына кісі шапкасын киіп аласыз, жақсы ма? Назад передавать не надо. Бір шапка, екі шапка, үш шапка киіп беріңіздер. Разницасын айту. Сіз мына кісінің шапкасын алып киесіз. Аға, сіз мына кісінің көбесі мына кісінің шапкасын алып киесің. Шапка не должна на земле валяться. Все понятно, да? Екі қолмен жоқ, не надо, зачем опа-опа? Зачем? Зачем сізге опа-опа? Дұрыстап тұрып киіп аласыздар, болды. Таласқанда шапка бәріне жетеді, 4 жігіт, 4 шапка. Поехали. 1. О, молодцы. Вот примерно осылай. Поняли, да? 1. 1. Молодцы, стоп. Команда 1, понятно, да? Енді команда 2. Есімің кім? Ерлан. Ерлан, қандай баняға барасың обычно? Ау, жоқ, қостамайдар ұлыда. Лисаков. Лисаковты көптесің ба? Баняға барған кезде бүкіл дене қызитын десіз ғой. Қызығаннан кейін кішкене қышиды ан жерден. Қай жерде қолын жетпейді. Оны есі күлгілі? Жауына жете ма? Попробуй. О, молодец. Қазір 2 деген кезде мына кісінің арқасын қасыйсың. Команда 2. Сіз мына кісінің қасыйсыз. Сіз мына кісінің құда, мына кісінің. Поехали. 2. О. 2. 2. 1. 1. 2. 2. 2. 1. 1. 1. 2. Стоп. Молодцы. Так, бәріңізге түсінікті ой? 1 команда түсінікті, 2 команда түсінікті, енді 3. 3 деген кезде команда. Делаем кругом. Кругом делается через... Левое плечо. Көрсетші, круг, 3. О, міне осылай. Түсінікті ой? Все, поехали. 3. Аға что-то қайда келдіңіз? Армия барған жоқ Мыслыч. Мен сен сұрап тұрған жоқпын аға, сен менің шатысың келіп тұрайды маған? Қайда келдіңіз дейді? Наурызым. Наурызымнан армия барған жоқсыз. Кругын көрсетті ғой, қарашы. Бүйтші қанеке. Тұр осылай. 3. О, осылай. Бірін-біріңізге арқаларыңызды өтіп тұрасыз ғой, болды, басқа ең жоқ. Кел. Молодец. Офицер да? Бәрсі, мына кісі левый правый құшақтап алған өзі. Так, все, поехали. Не істеп тұрсыңыз? Тұрып алдырсыз ғой? Аға, бұрылар қай. Все, сызлай, ладно, поехали. 3. Мына жаққа. Сол ана 2 деген кезде арқасын қасып аңғайлы болуы қой. Дұрыс па? Все, понятно, да? Поехали. 3. 1. О. 1. 2. 3. 2. 1. 1. 1. 1. 3. 1. 3. Не істеп тұрсыз құда? Рахмет, стоп. Аға. Рахмет сізге. Онда келші. Круто поверните направо. Мынадай приз сізге. Ұстаңыз. Мынау. Саманға барып бір. Жүре беріңіз аға енді. Рахмет. Бәрі құртты аға. Рахмет. Так, бір шақырып беріңіз маған. Енді шу болады, шу. Чот күшті енді. Так, все. Не болды? Арқаларını беріңіз бір-біріне. Арқа. Вот. Руки достают. Поехали. 1. 1. 3. 2. 1. 1. 1. 2.
2, 3, 2. Stop. Ne istiyorsunuz? Birini sipalacı. Aslında işimiz ayakları. Bir. Buna yakındır. Bir. 2, 3, 1, 3. Rahmet. Aga, keldiniz. Mınaday keremet sıyla sizge, mına ayelingizge, mına özünüzge, usta. İşte bana veriniz. Oo. Bir karamastığımızdan endi Kudamen, ya hoş nagaş kaldı. Bir degenge takıyalasıda, iki degende endi arkagasıga nüdum olunca erkeklik çatışıp turganda, қазір екі дегенде қарынға сыйсыңдар. Қарын. Көріп жүрсек, как удобно, солай. Поехали. 2. Бәрі қарайды 2-ден. Сізде жарты сағат сөзсіз көйді кіші. Бәрі қарайды. Поехали. 2. Молодцы. Поехали. 1. 2. 3. 2. Рахмет. Мана вопрос был такой, да? Паняқ барған кезде қай жерге қол жетпейді деді. Қай жерге? Бәріңіз. Арқаға жетпейді. Қарнына жете ма? Құданың қарнында неше адам бар? Өз қарнына. Өз қарнына. Поехали. 1. 3. 3 çıktı. 2. 1. 2. Özü karnıyası. 2. 3. 2. 3. 2. Rahmet, hoş geldinizler. Toy tuttu olsa. Bereketli rahmet, Xudo xolada keremet siyli sizga. Esmingiz Xudo. Adilbek Xudo. Mana keremet siyli bu to'yda yaxshi esdalik bo'lsin. Naqashi keldi sizga de bunday keremet yaxshi siylik bor. To'y qilasiz, o'rningizga yaxshilab joylashingizga bo'ladi. To'ylarimiz to'y qilasiz. Rahmet. Arda hemen bakalımız kuyulup dursa bir kötürüp alıp koyunca sonra gelip az kayırıp durayıp dasturxan basına. Vali apa ruhsat bolsa, dasturxan aqbatasına dayır ya. Al endi ardaqtag'aying, ruxsat etsanizlar, aqdagi aqbatalar qabul bo'lsin. Osli Xudoning to'yimizdan birinchi dasturxan tamomda ruxsat etdingizlar. Endi to'yimizning to'rida o'tirgan janob-olar o'zlaringizga yaxshi bata bo'lsin. Az xayr batasi o'zlaringizga bo'lsin. Al bereketler billahi amin. Dasturxanların berекелі болсын, құдалығымыз 1000 жылдық болсын, күйеу бала 100 жылдық болсын, 2 жас бақытты болсын. Amin bereketli. Xudamыздың aqbatасы qabul bo'lsin. Қазақтың салты бойынша Қайырбек Құда өзіңізге мындай жасыл шапанды жауыңызға жаууға рұқсат етіңіз. Мынадай шапан ешкімде жоқ Қайырбек Құда. Сізде ғана бар. Басқа ешкімде жоқ. Бұндай шапан әлемде екеу ғана. Біріншісі сізде, екіншісі Геннадий Головкинде. Құтты болсын. Ваши бурные аплодисменты. 1000 жылдық Құдаға.
Gelizler. Ortada bir дискотека. Аридан Сайгерин говорит, не нужна нам ипотека, нужна нам дискотека. Поехали. Видят, видят. Алия. Хоу.
маған қарайсың дымырақ болса тоқ